ғұламалар бала бойға біткеннен кейін 120 күннен кейін оған жан бітетіні туралы айтылады. Ал осы жан біткен кезде оған барлық нәрсе Алла тарапынан жазылған болады. Сол себепті де қандай дүниелер жазылады десек, мысалы оның мінезінің қандай болатыны, бай-бақуатты бола ма, ғұмыры ұзақ бола ма, соның барлығы жазылады. Сол себепті де әр ана баласы 120 күнге, яғни 5 айға жеткенге дейін көп дұға жасау керек. Оның ішінде қандай дұғалар екенін мен сіздерге қазір айтып беремін. Өйткені Құранда қандай дұғалар айтуымыз керектігі жөнінде арнайы аяттар бар. Фурқан сүресінің 74-ші аятында Алла тағала біздің жұбайларымызды және ұрпақтарымызды көзіміздің қуанышы ет, әрі оларды тақуалардың алды ет деген дұға бар. Бұл бір тамаша дұға. Осы дұғаны да қайталап жүрулеріңізге болады. Ал Ибрахим сүресінің 40-ші аятында Раббым мені және менің ұрпағымды намазды толық орындаушылардан ет, анығында сен естушісің деп айтылады. Осы дұғаны да үнемі қайталап жүрсеңіздер, ол ұрпақтарыңыз Алла қаласа иманды, намаз оқитындардың қатарынан болады. Ал егер әлі де бір балаға зар болып жүрсеңіз, яғни ұрпақ сүюді қаласаңыз, онда Әли Имран сүресінің 38-ші аятындағы мына бір дұғаны айтып көріңіздер. Раббым, маған өз тарапыңнан бір ұрпақ сыйла, анығында сен естушісің. Міне осы дұғаларды үнемі қайталап жүрсеңіздер, айтып жүрсеңіздер, әрине Алла тағала ол дұғаны қайтармайды, тілектеріңіз орындалады деп ойлаймын. Ал мен бұл ақпараттардың барлығын қайдан алды деп ойласаңыздар, ана болуға дайындық деген мына тамаша кітаптан алдым. Бұл кітаптың ішінде бұдан өзге де күшті ақпараттар жеткілікті. Бұл кітапты қайдан алуға болатынын мен төменде описанияда жазып қоямын, яғни инстаграмды беремін, сол жерден тапсырыс беріп ала аласыздар. Каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, қандай дұға айтасыздар балаларыңыз үшін, оны да осы видеоның астына жазыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.